Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Ең әуелі подписаться батырмасын басып қойыңыз. Менің видеомды соңына дейін тыңдаңыз, өйткені менің видеомнан жақсы бір ақпарат алады деген ойдамын. Ұнап жатса, менің осы бір видеомды әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Құрметті менің әріптестерім, бүгін мен сіздерге 5 табан деген әдісті көрсетпекшімін. Бұны мен осы 5 табанды екі жағында осындай әдемі етіп, мен бірнеше жыл бұрын осыны мен жасап қойдым. Жасап, осыны сыртын қаптап, скотчпен әдемілеп жасап қойдым. Енді осыны әр уақытта пайдалана беремін. Міне ол көп жылдар болды осыны пайдаланып жүргеніме. Енді бұл ата-аналар жиналысына пайдаландым. Мектептің мұғалімдер күнінде, мұғалімдердің мектепке кірген кезде осы 5 табан әдісіне байланысты жақсы тілектерді айтып, мектептің кабинетіне қарай өткенде пайдаландым. Және ата-аналар жиналысында, мысалы, өзінің баласына, мысалы, Асылжан деген оқушы болатын болса, өзінің анасы осы 5 табан әдісі арқылы, мысалы, асылым, ақылдым, алтыным деген жақсы сөздермен осындай өзінің мәресіне жетеді. Сол секілді мен өзімнің 11 кластарда өткізген үлкен бір ашық сабағымда да пайдаландым. Жалпы мен бұны жай сабақтарымда да пайдаланам. Балаға өте пайдалы, ой өрісін дамытады. Бала еркін сөйлеуге үйренеді. Тек қана бұны сабақта ғана қолданбай, мен тәрбие сағаттарымда да пайдаланам. Мысалы, бір-біріне жылы сөздер айтады оқушылар. Осы 5 табан әдісін әрқашан партаның арасына, тақтаның қасында, есіктен партаның арасына дейін осы табандарымды қоя. Оқушылар әртүрлі сұрақтарға, сабаққа байланысты сұрақтар қояды. Әртүрлі темада бұл 5 табанды жүргізе беруге болады. Сондықтан мен сіздерге осы 5 табан әдісін жасап қойып, көрнекілік ретінде скотчпенен осытып қаптап қойып, әрқашан сабақтарыңызда пайдалансаңыздар, өте керемет болады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Абдыханова Ардақ Әлібековна. Келесі видеомда тағы да сіздер мені тосады деген ойдамын. Сау, саламатта болыңыздар.